ыдысымызға 300 грамм жылы су құямыз. Одан кейін бір кішкентай қасық тұзымызды саламыз. 2 үлкен қасық шекер саламыз. Бір кішкентай қасық дрож саламыз. Тұз, шекеріміз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. 500 грамм ұнымызды бөліп саламыз. Одан кейін жақсылап қамыр иілеп, үстінен бір үлкен қасықпен сұйық май құйып, бір иілеп жібереміз де, жылы жерге 1-2 сағатқа қамырымыз көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Қамырымызды 2-ге бөліп бір бөлігін жаямыз. Қамырымызды жайып алған соң дөңгелек пішінге келтіріп бөліктерге бөліп аламыз. Бөліктерге бөлген соң үстінен орамал жауып 15 минутқа қойып барып пісіруге болады. Мен дөңгелек пішінді етіп бөлген соң жылы жерге қоймай бірден қызып тұрған майға қуырдым. Майымызды қыздырып бауырсағымызды саламыз. 3 секунд сайын 2 жағын аунатып пісіріп аламыз. 2 жағын тез ауыстырып пісірсек бауырсағымыз үлпілдек болып піседі. Мінекей бауырсақтарымыз осындай әдемі үлпілдек болып піседі.